Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Қайырлы түн. Сіздермен бүгінде амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Енді өте жай болып кетті. Жай болып кетсе де, сіздермен біраз ойлаған ойларымды бөлісейінші деп келдім. Енді ана күні ғана айтып едім. Сөйтіп ауырып жазылдым. Енді сіздермен жақсы мазмұндармен бөлісетін боламын деп сөйтіп айттым. Содан кейін қайтадан ауырып қалдым. Балаларым да ауырып қалды, ашқазандары бұзылып, бәріміздің бір нәрсені қате жеп қойдық па, солай болдық. Сонымен 2 күннен бері және де ештеңке айтып сіздермен бөлісе алмадым, бірақ күнделікті тұрмысымда күнделікті мен ойландыратын мәселелер, ойландыратын істер туылып жатты. Сіздермен бөліскім келді, айтқым келді, бірақ мұрсам тимеді. Дәл кезінде айтып тастамағаннан кейін адам ұмыт болып қалады екен, шабыт келмей тұр деген секілді. Енді сол әзір ғана осы балаларды ұйықтатып, бүгін біраз жақсы болдық. Сонымен сіздермен көп мазмұндар ойландым осы 2-3 күннің ішінде. Соның бірімен бір бөліскім келіп отыр. Әдетте айттым ғой, ана кезде сол туралы бір видео шығарған едім. Әрқашан жақсы сөйлейік балаларымызға деген секілді. Расында да, мысалы, жақсы сөздермен сөйлесіп, солай әдет қылсақ, балаңыз да сізбен жақсы сөйлесетін болады. Мысалы, бірнеше күн ауырған кезде балаларым сондай ақылды. Мысалы, көп жағдайларда үлкен адам болған біздерге ақыл айтып, жазылып кетеміз ғой, мама, іштен кетпейді деп, біздің абыржығанымызды көріп, мама, іштен кетпейді, қызуым әзір басылады ғой, жазылып кетеміз ғой деген секілді сөздерді айтып, енді әдетте өзіміздің айтатын сөздеріміз. Соны қарап, өзім қуанам. Сөзсіз біз сөйлеу әдісімізді өзгерту керек екендігіне тіпті де сіздерге кесіп айта аламын. Мәселен, әзір ғана қызымды ұйықтатып жаттым. Сол кезде қызым маған, мама, сен кәртейген кезде сен апа боласың ғой, сол кезде мен саған наншылап беремін, нанды суға батырып жұмсақ қып беремін деп солай айтты. Сонда өзім қиын әсерлендім, өйткені әдетте мен оған солай айтатынмын. Іші қатып қалды осы бірнеше күнде. Сол кезде оған айттым, балам, сен құрғақ нанды көп жейсің, енді жегің кеп тұрған соң мамаң береді, мамаң да өзін тежеу керек екен, саған жейім деген сайын беріп тұрмау керек екен, чекті беру керек екен. Одан кейін біз нанды суға чылап жейік, сүтке чылап жейік деп. Сонда әзір сол сөздерді маған айтып жатыр. Мама, о кезде сен тісің жоқ болып қалады ғой, сен таяқпен бүйтіп сүйеніп жүресің деп. Енді 3,5 жаста ғой қызым. Мен оған үлкен ұлыма болсын, қызыма болсын, бүткіл өзімнің бұрыннан бері келе жатқан тұрмыс тәжірибелерімді, өз әке-шешемнен үйренгендерімді бәрін айтып отырам. Сонда мысалы, біз баламызға тоқтамай сөйлеп тұруымыз керек екен. Мысалы, кейбір балалардың тілі жай шығып қалады. Не үшін? Өйткені біз көп сөйлемейміз оған. Кішкентай кезінде әке-шешелер көп сөйлемейді. Мысалы, сөйлегеннен жалығады, болмаса бұл не ұғады деп ойлайды. Олай емес, біз әрқандай кезде сөйлеп тұруымыз керек балаға. Мен сол бәрін айтам. Енді сол қызым жаңа сол сөздерді айтып мені әсерлендірді. Одан кейін бір кино көрген едік алдында бір рет. Сол киноның мазмұнын айтып маған. Сонымен ана кезде телефон көру мәселесі туралы бір кескінде айттым ғой. Сол кезде сіздерге айтам деп ұмытып қаптым. Мысалы, бала құршақ көреді ғой, кино көреді, құршақ көреді. Кей кезде көру керек қой, телевизордан көреді, мысалы, уақытты шектеп қойып бересіз. Енді және де бір неден көріп еді, мысалы, миының дамуына тәсір қылады деп сол кезде айттым. Көп осындай телевизор, телефон көру баланың миына ойлау қабілетіне тәсір қылады. Енді соны көргеннен кейін сізге соны әңгімелеп берсе сол жайында, онда ол баланың миын дамытып жатыр деген сөз. Енді сол үшін тек қана көріп қана қоймай, сізге соның ішіндегі мазмұнды бала әңгімелеп жатқан кезінде қызығып тыңдаңыз. Соны айтуға шабыттандырыңыз.
сол балам ылғи көрген нәрсесін маған айтып тұрады. Айтқан кезінде мен көңіл қойып тыңдаймын, маған айтқанды жақсы көреді. Сол әзір ғана сол бір көрген киноны айтып жатты. Мама сода мысалы бір кедей балалар туралы бір кино. Мама біз кедей болмайықшы деп сөйтеді. Енді кішкене қыз ғой. Сонымен мен айттым, балам, біз кедей болмаймыз, біз тырысып жатырмыз, әкең екеуміз тырысып ақша тауып жатырмыз, біз кедей болмаймыз. Егер біз байысақ, біз байитын болсақ, тек қана өзіміз ойыншық алуды, өзіміз киім алуды ойламай, ақша таба алмай жатқан балалар бар, әке шешесі жоқ балалар бар. Өзіміз бір ойыншық алсақ, оларға да бір ойыншық алуды ойлап, солай істейік бола ма десем, иә мама деп қуанып кетті. Сол секілді енді баламызға жалықпай сөйлесек деймін. Олардың сөзін мұқияттылықпен тыңдасақ, бала айтқан әрбір ауыз сөзі ол да ойланып айтады. Ол ойланбай айтпайды. Көп нәрсені ойланып айтады. Өзіңіз зейін қойып, көңіл қойып тыңдасаңыз, бала өте мағыналы сөздерді айтады. Соған сол балалардың сөзіне көңіл бөлсеңіз, көңіл қойып тыңдасаңыз, өзіңізде әрбір ауыз сөзіне өте жеңіл түрде, өте дөрекі түрде қайтармай, ойланып барып жауап қайтарсаңыз, жақсы болатын еді деп ойлаймын. Бүгін сіздермен бөліскім келгені осы мазмұндар. Жақсы көрулеріңізді үміт етемін. Баламызға өте көңіл қойып мәміле жасайық, көңіл қойып тәрбиелейік.